Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі пәнінен ережелерді қарастыратын боламыз. Бұл ережелер Арман баспасы бойынша басылып шыққан. Енді жалпы бірінші ережеге тоқталатын болсақ, дыбыстан бастайық. Дыбыстау мүшелері тіл, ерін, тіс, көмей, өкпе тағы басқа арқылы жасалып, құлаққа естілетін үн. Дыбыстардан сөз құралады және әріп дыбыстың жазудағы таңбасы. Ол көзге көрінеді, бірақ құлаққа естілмейді. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар, оның 28-і төл дыбыстары және олар дауыссыз дыбыс болып та келе береді. Кірме сөздердегі дыбыстарды мына әріптер таңбалайды. Көріп тұрғандарыңыздай, қазақтың төл сөздерінде және кірме сөздерде кейде дара, кейде бірнеше дыбыс қосындысын таңбалайтын әріптер бар. Олар бізде и, у, я, ю. Кірме сөздерде кездесетін дыбыстық мәні жоқ әріптер де бар. Олар бізде жіңішкелік белгісі және жуандық белгісі. Тіл дыбыстары дауысты және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан пайда болады. Олар тек үннен тұрады. Қазақ тілінде 9 төл дауысты дыбыс бар. Жіктелуі. Дауысты дыбыстардың жіктелуі тілдің қатысына қарай жуан жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық қысаң, ерінің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді. Жуан дауыстылар а, о, о. Жіңішке дауыстылар ә, ө, е. Ашық дауыстылар а, ә, о, е. Қысаң дауыстылар а, о, ö. Еріндік дауыстылар о, ö. Езулік дауыстылар а, е. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан пайда болады. Олар үн мен салдардың қатысынан жасалады. Қатаң дауыссыздар тек қана салдардан тұрады. Ұяң мен үнді дауыссыздарын айтқанда үн мен салдар қатысады. Ұяңда салдар басым болса, үндіде үн басым болады. Қазақ тілінде 19 төл дауыссыз дыбыс бар. Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі. Дауыссыз дыбыстар қатаң дауыссыздар, ұяң дауыссыздар және үнді дауыссыздар деп үшке бөлінеді. Біз жалпы қатаң, ұяң, үнді деп айтқанымызбен, бұлар үшеуі де дауыссыз дыбыс болады. Ал жуан, жіңішке, ашық, қысаң, еріндік, езулік бұлар бізде дауысты дыбыстар болады. Үндестік заңы. Үндестік заңы түбір мен қосымшаның немесе сөз бен сөз арасындағы дыбыстардың бір-біріне әсер ықпал етуі. Үндестік заңы жалпы екіге бөлінеді. Буын үндестігі және дыбыс үндестігі деп. Буын үндестігі бізде сингармонизм, дыбыс үндестігі бізде ассимиляция деп аталады. Буын үндестігі, яғни сингармонизм заңдылықтары. Сөздің алғашқы буыны жуан болса, келесі буындарға жуан немесе соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшада жуан болады. Мысалы, балалар, қаладағыларымыз деген сияқты. Сөздің алғашқы буыны жіңішке болса, келесі буында жіңішке немесе сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшада жіңішке болады. Мысалы, әншілердің, үйдегілеріміз деген сияқты. Ескерту. Аралас буынды сөздер, өзге тілден енген сөздер. Мысалы, кітап, қасиет, қазір, математика тағы басқа.
буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар мыналар: көмектес септік жалғауы, мысалы баламен, қонақпен, оқулықпен тағы басқа. Нікі, тікі, тікі, тай, тал, еке. Әсемдікі, әкемдікі, әкетай, өсімтал, халеке деген сияқты тағы басқа. Бей, кер, гер, қор, паз, қой, кеш, хана кес. Мысалы, бейшара, балгер, жемқор, әсемпаз, сәнқой, арбакеш, емхана, зиянкес тағы басқа. Оп, оба, еп, еба, ин, ина. Мысалы, әуезов, жұмабаев, бегалин тағы басқа. Ерін үндестігі. Ерін үндестігі еріндік дауыстылардың бастапқы буындағы ыңғайына қарай соңғы буындардың үйлесіп келуі. Мысалы, еріндік о, ү дыбыстарынан кейін келетін езулік и, дыбыстары айтылуда еріндік дыбыстарға жақындайды. Ерін үндестігі заңдылықтары. Алғашқы буындағы о немесе о дыбыстары екінші буындағы дыбысын оға айналдырады. Мысалы, орын, орын, құлын, құлын. Ал ашық дауысты а дыбысына оның да әсері байқалмайды. Мысалы, орақ, құлан. Алғашқы буындағы ö немесе ö дыбыстары екінші буындағы дыбысын өге айналдырады. Мысалы, көрік, көрік, күдік, күдік. Алғашқы буындағы ö немесе ö дыбысы келесі буындағы дыбысын өге айналдырады. Өлең, өлең, күрек, күрек. Орфография және орфоэпия заңдылықтарын түсіндіріп өтейін. Орфография дегеніміз сөздің дұрыс жазылу заңдылығы. Дұрыс жазылуы. Ал орфоэпия дегеніміз, ал орфоэпия сөздің дұрыс айтылу заңдылығы. Орфография сөздің дұрыс жазылу заңдылығы. Оқылу заңдылығы орфоэпия, жазылу заңдылығы орфография. Сөздің дұрыс жазылуы орфография, мысалы графия, график, жазу, сызу дегендер бізде орфография болады. Орфоэпия дегеніміз айтылу екен. Мысалы, бүгін жазамыз, бүгін деп айтамыз. Басшы деп жазамыз, басшы деп айтамыз. Сөз ішінде немесе сөз аралығындағы көрші дыбыстардың бір-біріне ықпал етуі дыбыс үндестігі деп аталады. Бұл арадан бізге ілгерінді ықпалдың ережесі қажет. Ілгерінді ықпал дегеніміз түбірмен қосымшаның немесе сөз аралығында көрші дыбыстардың алдыңғысының кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Алдыңғысының кейінгі дыбысқа ықпал етуі. Мысалы, достар. Сөз соңғысы қатаң болғандықтан тық қатаңнан басталатын қосымша жалғанады. Қаздар. Немесе бозғынан, айтылуы бозғынан. Тағы басқа. Кейінді ықпал. Кейінді ықпал сөз ішінде немесе сөз аралығында көрші дыбыстардың соңғысының алдыңғы дыбысқа ықпал етуі. Мысалы, жазса, жазса, оразжан, оразжан, сенбе, сенбе, тағы басқа. Жазғанда түбірі сақталады, сөздің соңғы дыбысы қатаң. П, Қ, К болып жалғанатын қосымша дыбыстан басталатын болса, олар ұяң сыңарларына, яғни П, Б, К, Г, Қ, Г айналады. Кейде П дыбысы уға айналады. Мысалы, күрек, күрегі, доп, добы, тарақ, тарағы, тап, таба, тауып деген сияқты. Тоғыспалы ықпал. Тоғыспалы ықпал сөз тіркестерінің біріккен сөз сыңарларының арасындағы
көршілес дыбыстардың бір-біріне ілгерінде де кейінде де әсер етуі, сол арқылы басқа дыбыстарға ауысу. Мысалы, ешжан, жас жігіт. Тіліміздегі сөздердің мағыналары әртүрлі. Bir ұғымның өзін бірнеше сөзбен беруге болады. Мысалы, ғұлама деген сөзді данышпан, кемеңгер сияқты бірнеше сөзбен беруге болады. Мұндай сөздер мәндес сөздер деп аталады. Мәндес сөздер синонимдер деп аталады. Синоним. Яғни дыбысталуы әртүрлі, бірақ мағыналары жақын. Мысалы, әдемі, қандай, әдемі, сұлу, ажарлы, келбетті, көрікті деген сияқты. Ал қарсы мәндес сөздер бізде антоним деп аталады. Антоним мағыналар бір-біріне қарама-қарсы. Мысалы, жақсы, жаман. Жақсы, жаман. Ұзын, қысқа, биік, аласа деген сияқты. Тағы басқа болады. Бірнеше мағынада жұмсалатын сөздер көп мағыналы сөздер деп аталады. Көп мағыналы сөздер түсіндірме сөздікте 1, 2, 3 деп нөмірленіп беріледі. Мысалы, қара, етістік. 1. Көз жіберу, назар аудару. 2. Іздеу, табуға тырысу, қарастыру, көру, тексеру, бақылау, ескерту, елеу, тыңдау, аңғару, байқау, бағып қағу, күту, баптау, күту, қосу, бөгелу, тағы басқа деген сияқты. Яғни көп мағыналы сөздерде синонимдерден жасала беріледі. Дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер бізде амонимдер деп аталады. Амонимдер, мысалы, ара, бал арасы, ағаш, кесетін ара деген сияқты. Амонимдер мен көп мағыналы сөздер өзара ұқсас болып көрінуі мүмкін. Көп мағыналы сөздердің арасында қандай да бір мағыналық жақындық байланыс болады. Ал амоним сөздердің арасында ондай мағыналық жақындық ұқсастық болмайды. Мәселен, қара сөзінің мағыналы екенін білдік. Осы қара сөзі заттың сынын да білдіреді. Мысалы, қара шаш, қара қарындаш. Бұл кезде ол қимылды білдіретін. Яғни қара сөзіне амоним болады. Келесі бізде сөздің тура және ауыспалы мағынасы. Бұны да біз көп жерде кездестіреміз. Мысалы, сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы тура мағына деп аталады. Тура мағына әр заттың өзіне тән жеке мағынасы болып табылады. Сол арқылы біз оны айыра аламыз екен. Мысалы, мектеп, теңіз, кеме заттарды атаса, ұзын, ыстық, биік, жақсы деген сөздер заттың сынын, ал оқу, жүру, жүзу деген сияқты сөздер заттың қимылын атайды екен. Тура сөздер тура мағынада айтыла бермейді. Яғни ауыспалы мағынада қолданылуы да мүмкін. Ауыспалы мағына сөздің қолданылуы барысында пайда болатын туынды мағынасы. Ол сөздің тура мағынасының негізінде туындайды. Мысалы, теңізде кеме жүзіп жүр. Білім теңіз, мектеп кеме, өнерлі өрге жүзер. Бірінші сөйлемдегі теңіз, кеме, жүз сөздері тура, яғни тура мағынасында жұмсалса, келесі сөйлемдерде ауыспалы мағынада жұмсалған. Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі түбір деп аталады. Түбір.
Мысалы, мектеп, бас, ой, тіл, ақыл, біл, өт, сұра, жүр, ақ, сары, ұзын, 8, 20 тағы басқа. Осылар бізде не болады екен? Яғни түбір болады. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі ереже бізде негізгі және туынды сөздер. Негізгі және туынды сөздер. Сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып, нешеге? 2-ге бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөзді біз әрқашанда дара сөз дейміз. Бір ғана түбірден және негізгі және туынды түбір сөзді дара сөз дейді екенбіз. Мысалы, оған да мысал келтірейік. Бір түбірден ғана бала, көше, ауыл, достық, егінші деген сияқты сөздер дара болып есептеледі. Өйткені олар, яғни неден тұр? Бір ғана түбірден тұрады. Келесі, бірақ олардың құрамы бірдей емес. Бірі тек түбірден тұрса, екіншілері түбір мен қосымшадан да тұрады. Осыған орай олар 2-ге бөлінеді. Біріншісі бізде түбір негізгі сөз және туынды сөз. Түбір негізгі сөз дегеніміз сөздің мағынасы бар екенін, яғни ең бастапқы бөлшегін білдіреді. Мысалы, бала, көше, ауыл, арман, ой, немесе тағы басқа. Бұлар түбір, яғни негізгі сөз. Ал түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Сөз тудырушы жұрнақ бізде, мысалы, дос және егінші түбірлерін алатын болсақ, дос сөзінен достық, егінші сөзінен егінші немесе егіншілер деген сияқты тағы басқа жұрнақтар жалғанады. Ары қарай бізде күрделі сөздер. Күрделі сөздер кемінде 2 түбірдің бірігуі, қосарлануы, тіркесу арқылы жасалады. Тіркесті күрделі атаулар қысқарту амалы арқылы беріледі. Күрделі сөздер. Күрделі сөздер жалпы өз ішінен 4-ге бөлінеді. Біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз және тіркесті сөз. Мысалы айта кетейік, тасбақа сөзі тас және бақа сөзінен біріккен, бүгін сөзі бұл және күн сөзінен біріккен, қысты күні сөзі қыстың күні сөзінен біріккен, өнеркәсіп өнер және кәсіп сөзінен, ал қарлығаш қара ала құс сөзінен біріккен екен. Қос сөз дегеніміз, яғни сөздердің қосарлану арқылы жасалуы. Ата-ана, үлкен кіші, көп, той-томалақ, бала-шаға деген сияқты қос-қосымен жүреді. Қысқарған сөздер бізде өздеріңіз білесіздер, қысқартылып айтылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы, қ.р., ақш, Америка құрама штаттары, ТБ, тіл білімі институты. Тіркесті сөздер. Тіркесті деген сөздер бізде 2 сөздің тіркесу арқылы жасалады. 65, сары ала, ат жарас, келе жатыр, балқаш көлі, тағы басқа. Заттың атын білдіретін сөз табын біз зат есім деп
атаймыз. Зат есім дегеніміз кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, адам, кітап, дала, ой, айгүл, тағы басқа. Зат есімдер тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Олар бізде негізгі және туынды зат есімдер. Негізгі зат есімдер бөлшектеуге болмайтын зат есімнің түрі. Мысалы, отан, дос, жол, яғни бөлшектей алмаймыз. Ал туынды зат есімдер түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, бұларға да мысал келтіре кетейік. Мынау жаңағы негізгі зат есімнің мысалы, мынау туынды зат есімнің мысалы. Өздеріңіз байқап мен негізгі зат есімді көк түспен, ал туынды зат есімдерді қызыл түспен алдым. Енді туынды зат есімнің мысалына тоқталайық. Қуаныш, шаттық, қонақ, әнші. Не істеді? Яғни түбір сөзге жұрнақ жалғанды. Түбір сөзге жұрнақ жалғанды. Мысалы, жаңа айттық, түбір сөзге бізде үлкен болып кетті. Түбір сөзге жалғанады екен, бізде жұрнақ. Яғни бұл бізде болады туынды зат есім. Түсінікті деп ойлаймын. Түбірді біз былай белгілейміз. Жұрнақты үшбұрыштап белгілейміз. Жалғауды төртбұрыштап белгілейміз деген сияқты. Оны сіздер бұрыннан білесіздер. Келесі бізде зат есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар дара зат есімдер және күрделі зат есімдер. Бір түбірден негізгі туынды жасалған зат есімнің түрі бізде дара зат есімдер деп аталады. Ал екі немесе бірнеше сөздің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі, қысқаруы арқылы жасалатын сөздер бізде күрделі зат есімдер деп аталады. Яғни күрделі зат есімдер бізде күрделі сөздерден жасалады. Күрделі сөздерді біз өткенбіз. Бірінші біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз деп төрт түрін өткенбіз. Осы төрт түрі бізде күрделі зат есімдер болады екен. Түсінікті деген ойдамын. Мысалы, мұражай, аққу, баспасөз, дос-жаран, сан есім, қазу, тағы басқа. Ал дара зат есімдер өздеріңіз білесіздер, бір ғана түбірден тұрады дедік. Ауыл, сезім, тоңазытқыш, құлын. Келесі ережеге тоқталайық. Зат есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Бұл арада мағынасына қарай екіге бөлінеді екен. Олар жалпы есімдер және жалқы есімдер деп бөлінеді. Жалпы есімдер бізде біркелкі заттар мен құбылыстардың атауын білдіретін сөздер. Мысалы, тау, құс, адам, өсімдік, тағы басқа. Жалпы есімдер кіші әріппен белгіленеді екен. Кіші әріппен. Келесі бізде жалқы есімдер. Жалқы есімдер біркелкі заттарды, құбылыстарды жекелей атайтын арнайы берілген есімдер. Не қараңыздар, біркелкі құбылыстарды жекелей немесе арнайы атайды. Мысалы, сіздің есіміңіз
міне ақерке болсын. Немесе өзіңізге тиесілі жеке арнайы ат. Көрдіңіздер ме? Мысалы, Алатау таудың аты, Жетісу жердің аты, Егемен Қазақстан газет журналдың аты, тағы басқа. Жалқы есімдер бізде бас әріппен жазылады. Зат есімдер танылуына қарай екіге бөлінеді. Дейді. Жақсы, мен сары түспен алайын. Зат есімдер танылуына қарай екіге бөлінеді. Олар бізде деректі зат есімдер және дерексіз зат есімдер. Деректі зат есімдер нақтылы тануға болатын, көзбен көріп, қолмен ұстауға болатын заттар. Көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Яғни, кітапты біз көзбен көреміз және қолмен ұстай аламыз. Мектепті көзбен көреміз. Жолдас досымызды көзбен көре аламыз және су көзбен көреміз. Бұлар бізде деректі зат есімдер. Енді су дегенде біз қолмен ағып жатқан суды ұстай алмаймыз, бірақ шелектегі суды біз ұстай аламыз. Көзге көрінбегенмен адамның жаңағы ойлауы нәтижесінде танылатын ұғым атаулары бізде дерексіз зат есімдер деп аталады. Мысалы, ақыл, ой, біз өзіміз ойлаймыз. Бақыт, арман, тағы басқа. Бұлар бізде ойлау арқылы келетін, көзге көрінбейтін, қолға ұсталмайтын сөздер дерексіз зат есімдер болады екен. Мысалы, біз арманды көзбен көре алмаймыз, арманды қолға ұстай алмаймыз. Ойды көзбен көре алмаймыз, ойды қолға ұстай алмаймыз. Ақылды көзбен көре алмаймыз, ақылды қолға ұстай алмаймыз. Келесі ереже бізде жалғаулар. Жалпы жалғаулардың бізде жалғаудың 4 түрі бар. Олар көптік жалғау, тәуелдік жалғау, септік жалғау және жіктік жалғау болады. Көптік жалғау. Қазақ тілінде 4 түрлі жалғау бар дедім жаңа. Олар көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулары. Көптік жалғаулар зат атауларына жалғанып, заттың көптігін білдіретін жалғау. Яғни көптік лар, лер, дар, дер, тар, тер деген сияқты сөздерден жасалынады екен. Мысалы, балалар, үйлер, қаздар, іздер, кітаптар, көліктер деген сияқты. Тәуелдік жалғау бір заттың басқа түспен алсайын. Тәуелдік жалғауы бір заттың екінші бір затқа кісіге тәуелді, яғни меншікті екенін білдіреді. Бұл бізде тәуелдік жалғау болады. Тәуелдік жалғауы тек зат есімге тән жалғау. Басқа сөз тары заттанып барып қана тәуелденеді екен. Мысалы, тәуелдік жалғаудың бірінші жағы менің дәптерлерім, екінші жағы сенің дәптерлерің, үшінші жағы сіздің дәптерлеріңіз, оның дәптерлері, біздің дәптерлеріміз, сендердің дәптерлерің, сіздердің дәптерлеріңіз, олардың дәптерлері. Көрдіңіздер ғой. Енді бізде келесі септік жалғаулары. Септік жалғаулары зат пен қимыл арасындағы түрлі мекендік, мезгілдік, мөлшерлік, септік тағы басқа қатынастарды білдіріп, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшалар. Қазақ тілінде 7 септік жалғауы бар. Оны өздеріңіз білесіздер. Атау септік, іліс септік, бар септік, табыс септік, жасу септік, шығыс септік, көмекші септік. Атау септік. Кім не деген сұрақтарға береді? Жалғауы жоқ. Мысалы, кітап.
ілік кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Наңның, дыңдың, тың деген жалғауы болады. Бар септік кімге, неге, қайда, ға-ге, қа-ке жалғауы. Табыс септік кімді, нені, ды, т, наны. Жатыс септік кімде, неде, қайда, даде, тате. Шығыс септік кімнен, неден, қайдан, дан, ден, тан, тен, нан, нен. Көмектес септік кіммен, немен, мен, бен, пен. Яғни бұлардың барлығы бізде жалғаулар. Енді келесі жіктік жалғауы. Жіктік жалғау адамға қатысты зат есімдер, яғни кәсібі, мамандығы, көбінесе туыстық қатынасты білдіретін сөздер жіктеледі. Жіктелген зат есім сөйлемде баяндауыш қызметін атқарады екен. Баяндауышты біз білеміз, екі сызықпен сызылады. Бұл бізде жіктік жалғау екенін көрдіңіздер ме? Жіктік жалғаудың бірінші жағы мен оқушымын, сен оқушысың деген сияқты. Мын, мін, бін, бін, пін, пін. Екінші жағы сың, сің, сен оқушысың, сіз оқушысыз, сіз, сіз. Үшінші жағы онда жоқ бізде міне. Ол оқушы. Біз оқушымыз, мыз, біз, біз. Сендер оқушысыңдар. Сіздер оқушысыздар. Сың, сің, сыз, сіңдер. Олар оқушылар. Үшінші жағы жоқ міне. Үшінші жақтары жоқ. Келесі бізде заттың, құбылыстың сын сипатын, көлемін, түр-түсін, сапасын білдіретін сөз бізде сын есім деп аталады. Мысалы, әдемі, ақшыл, ұзын, мейірімді деген. Яғни қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді екен. Сын есімдер тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі сын есімдер және туынды сын есімдер деп. Туынды сын есімдер бізде түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалатын сын есімдер екен. Мысалы, арыстан, дай, сулы, тершең, сергек, бағын, ыңқы, тағы басқа. Ал негізгі сын есімдер әрі қарай бөлшектеуге келмейтін сын есімдер. Мысалы, жақсы, әсем, асыл, ақ, сұлу. Мысалы, ақ деген сөзді біз ары қарай бөлшектей алмаймыз. Бұлар бізде негізгі сын есімдер болады екен. Сын есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар бізде дара сын есімдер және күрделі сын есімдер деп екіге бөлінеді. Күрделі сын есім деп кемінде екі түбірден тұратын, кем дегенде екі түбірден жасалатын сын есімнің түрі күрделі сын есім. Мысалы, қандай, ұзын, бойлы, ақ құба, қызылды, жасылды, тағы басқа. Ал бір түбірден негізгі туынды сөзден тұратын сын есімнің түрі дара сын есім деп аталады. Мысалы, жасыл, жолбарыстай, әдемі, көтеріңкі, тағы басқа. Сын есімдер мағынасына қарай екіге бөлінеді. Олар сапалық сын есім және қатыстық сын есім деп бөлінеді. Қатыстық сын есім деп заттың санын басқа сөз таптарының зат есім, есімдік,
етістік үстеу, яғни басқа сөз таптарынан болатын болса, бұл бізде қатыстық сын есім болады. Мысалы, түнгі, таулы, көрікті, алғыр, аяулы тағы басқа. Ал сапалық сын есім бізде негізгі сын есімдерін жазалып, заттың санын тікелей анықтайтын сын есімнің түрі. Мысалы, жасыл, қызғылт, әдемі, қысқа тағы басқа. Сын есімнің екі түрлі шырайы бар. Олар бізде салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай деп бөлінеді. Салыстырмалы шырайды мен жасыл түспен алдым. Салыстырмалы шырай біркелкі сандардың бірінің екіншісінің артық кемін салыстыру арқылы көрсететін шырай түрі. Мысалы, салыстырмалы шырай жасайтын жұрнақтар екіге бөлінеді екен. Олар өзі: бірінші, барлық сапалық сын есімдерге жалғанатын жұрнақтар. Міне. Жұрнақ бізде үш бұрыш болады, рақ, рек, көбірек, қаттырақ, лау, леу, дау, деу, тау, теу, аласалау, үлкендеу дейді. Кейбір сапалық сын есімдерге жалғанатын жұрнақтар: аң, қай, ша, ше, бозаң, қоңырқай, балаша, ғыш, ілдір, сарғыш, көгілдір, қыл, ғылт, қылт, ғылтым, қылтым, шыл, шіл, шылтым, шілтім, сарғылт, ақшыл, ақшылтым. Енді күшейтпелі шырайға тоқталамыз. Күшейтпелі шырай біркелкі сындардың бірінің екіншісінің не өте артық, не өте кем екендігін көрсететін шырай түрі дейді. Күшейтпелі шырайда екі түрлі жолмен жасалады. Бірінші, сапалық сын есімдердің алдына күшейткіш буындардың үстелуі арқылы. Күшейткіш буындардың үстелуі: біп, биік, оп, ұзын, қып, қызыл тағы басқа. Екінші жасалу жолы: сапалық сын есімдерге өте, тым, аса, ең, тіпті, нағыз, орасан, зор сияқты күшейткіш үстеулердің тіркесуі арқылы жасалады. Өте күшті, тым биік, орасан екен, нағыз батыр деген сияқты күшейтіп отырады. Келесі ереже бізде заттың санын, мөлшерін, ретін білдіріп, қанша, нешінші сұрақтарға жауап беретін сөз табы бізде сан есім деп аталады. Сан есімдер құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар бізде дара сан есімдер және күрделі сан есімдер деп бөлінеді. Күрделі сан есім деп екі яғдан да көп төрдің тіркесінен немесе қосарланып жасалған сан есімді атаймыз. Мысалы, 3956, 100 қаралы, оннан бір, бірден, 3-4 тағы басқа. Ал дара сан есімдер бір түбірден тұрады. Мысалы, 10, 3, 1000, 100, ондаған, 8-ші, 7 тағы басқа. Сан есімдер мағынасына қарай жалпы 6 түрге бөлінеді. Бұл бізде мағынасына қарай. Олар бізде есептік, реттік, болжалдық, топтау, жинақтық, бөлшектік сан есім болып бөлінеді екен. Есептік сан есім заттың нақтылы санын білдіріп, қанша, неше деген сұрақтарға жауап беріп,
заттың нақтылы санын білдіреді. Мысалы, 5, 10, 2, 100, 28, 901 тағы басқа. Есептік сан есімдердің дара түрде, күрделі түрде сан есімнің басқа мағыналы түрлерін жасауға негіз болады. Келесі реттік сан есім заттың саналу ретін білдіреді. Нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, ыншы жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, 1-ші, 9-шы, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 35-ші, 1000-шы деген сияқты ыншы. Реттік сан есімдер цифрмен берілсе төмендегідей жазылады. Реттік сан есімдер араб цифрмен берілсе ыншы жұрнақтарының орнына дефис қойылады. Мысалы, сен биыл нешінші сыныпқа барасың? 6-шы сыныпқа барамын. Астана мектептің нешінші қабатында орналасқан? 1-ші қабатында орналасқан деген сияқты. Немесе 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын деген сөздер бізде араб цифрымен берілсе сызықша қойылады екен. 1 сызықша орын, 2 сызықша орын деген сияқты. Көп жағдайларда, мысалы, әлеуметтік желілерде қандай мектептердің жеңімпаздарын марапаттаған кезде астында жазылып жүреді. Мысалы, 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын деген кезде сызықша қоймайды. Ол дегеніміз үлкен қателік. Сондықтан ыншы деген реттік сан есім араб цифрымен берілсе, оның арасына дефис қойылады екен. Түсінікті деген ойдамын. Реттік сан есімдер егерде рим цифрымен берілсе, жұрнақтың орнына дефис қойылмайды. Мысалы, Абай жолы романның 2-ші томы, 1-ші жүлделі орын деген сияқты. 1 жүлделі орын, 1-ші ыншы бар, бірақ бұл арада не тұр? Рим цифры міне, рим. Біз ажыратуымыз керек нақтылы рим цифрын және араб цифрын. Осы екеуіне байланысты реттік сан есім дефис қойылу қойылмауы осы екеуіне байланысты болады. Сосын да егерде жыл, ай аттарының алдынан келген сан есімдер араб цифрымен берілсе де, олардан кейін дефис қойылмайды. Мысалы, 2016 жылы Рио-де-Жанейро қаласында жазғы олимпиада ойындары өтті деп. Келесі бізде жинақтық сан есім. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұрақтарға жауап береді және 7-ге дейінгі септік сан есімдерге ау, еу жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 деп. Жинақтық сан есімдер әдетте зат есімдермен тіркеспей жеке қолданылады да заттанып тұрады. Әрі сандық, әрі заттық мағынаны береді. Мысалы, 6 ала болса ауызда кетеді, 4 түгел болса төбедегі келеді деп. Бізде жинақтық сан есімдер болады. Келесі бізде болжалдық сан есімдер. Олар заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжап көрсетеді. Қанша, неше, қай шамалы, қаншадан деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Болжалдық сан есімдердің жасалу жолдары. 1-ші жасалу жолы есептік сан есімдерге лаған, леген, даған, деген, таған, теген, лап, леп, дап, деп, тап, теп, дай, дей, тай, тей жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, мыңдаған, жүздеген, 80-дей, 90-дай, мыңдап, жүздеп, ондап, ондаған, жүздеген, мыңдаған деген сияқты. 2-ші жасалу жолы есептік сан есімдерге көптік жалғауы, оған барыс не жатты септік жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Жасы 60-тарда, 50-лерге келген деген сияқты септік жалғаулар, яғни барыс және жатты септік. 3-ші жасалу жолы есептік сан есімдердің қосарлану арқылы жасалады. Мысалы, 60, 70,
80, 90-дай тағы басқа. Төртінші жасалу жолы есептік сан есімдерге шамалы, міне, шақты, қаралы, таман, тарта, жуық, жақын сияқты сөздердің тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, 100-ге тарта, 50-ге жақын, 10 шақты, 10 мыңға жуық тағы басқа. Бұлардағы бізге қажеттісі мынанда естен шығармаған дұрыс. Шақты, шамалы, қаралы, таман, тарта, жуық, жақын сияқты деген сөздер. Топтау сан есімдер. Топтау сан есімдер заттың санын жекелеу емес, топтап көрсетеді. Нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, топтау сан есімдер дара сан есімдермен қосарлану жолымен жасалған күрделі сан есімдерге шығыс септік жалғау жалғану арқылы жасалады. Мысалы, 3-тен, 150-ден, 20, 30-дан, 5-тен, 65-тен тағы басқа. Міне, есімдер қосарлану жолымен жасалған сан есімдер мен қосарлану жолы дара сан есімдермен қосарлану жолға жасалған күрделі сан есімдерге қандай септік? Шығыс септік жалғауы жалғану арқылы жасалады екен. Келесі бізде бөлшектік сан есімдер. Бөлшектік сан есімдер заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есімдерге жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрлі қолданылады. Жай бөлшектерге сан есімнің бөлімі шығыс я ілік септігінде, алымы тәуелдік тұлғада жұмсалады. Мысалы, 2, 2-ден 1, 100-дің 2-сі тағы басқа. Ондық бөлшек 2,5, 2,5, 2,100-ден 5 түрінде бөлінеді. Сол сияқты бөлшек сан есімдер есептік сан есімдерге жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесіп келу арқылы жасалады. Мысалы, 5 жарым, 3 ширек, 10-ның жартысы тағы басқа. Келесі тақырып бізде сан есімнің емлесі. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады. Мысалы, 100, 1, 20, 2, 2017 деген сияқты. Цифрмен таңбаланатын дара және күрделі сан есімдерге жалғанатын жалғаулықтар дефис арқылы жазылады. Мысалы, 5-ке бөлінеді, 30-дан 31-ге қарады. Үшінші реттік сан есімдер араб цифрымен берілсе, ыншы жұрнақтарының орнына дефис жазылады. Рим цифрымен берілсе, дефис қойылмайды. Мысалы, 5-ші сынып, ол бізде араб цифрымен берілген, дефис қойылады, ал Рим цифрында бізде дефис қойылмайды екен. 2, 6, 7 сандарына жинақтық сан есімнің ау, ю жұрнақтары жалғанғанда түбірдің соңында ы дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, 2, 6, 7. Болжалдық сан есімдер цифрмен жазылғанда оларға жалғанатын қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мысалы, мыңдаған, жүздеп, ондарда тағы басқа. 6-шы қосарланып айтылған топтау сан есімдері сөзбен берілсе де, цифрмен берілсе де дефис арқылы жазылады. 10, 10-нан, 10, 10-нан, 5, 6-дан, 5, 6-дан тағы басқа.